Сәлем! Егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан негіздердің қасиеттері тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Алғашқы 3 сұрақ оңай сұрақтар, сондықтан үшеуін бірден талдап кетеміз. Бірінші сұрақ: электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан негіздерге анықтама беріңдер. Екінші сұрақ: қандай негіздер сілтілер деп аталады? Мысал келтіріңдер. Үшінші сұрақ: ерімейтін негіздер деген не? Мысал келтіріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы: негіздер дегеніміз металл катиондары мен гидроксид аниондарына диссоциацияланатын электролиттер. Екінші сұрақтың жауабы: сілтілер дегеніміз суда еритін негіздер. Оларға мысал ретінде натрий гидроксиді мен калий гидроксидін жатқыза аламыз. Үшінші сұрақтың жауабы: суда ерімейтін негіздер олар әлсіз электролиттерге жатады. Мысалы, купрум гидроксиді және феррум гидроксиді. Төртінші сұрақ: мына заттар арасындағы реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін құрастырыңдар. Төртінші сұрақтың А жағдайы: натрий гидроксиді мен азот қышқылын әрекеттестіргенде натрий NO3 пен H2O түзіледі. Бізде су түзілгендіктен ол қайтымсыз реакция. Оның енді иондық теңдеуін жазамыз. Натрийдің катионы, гидроксидтің анионы, сутектің катионы, NO3-тің анионы түзеді бізде натрий катионын, NO3 анионын және де суды. Енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Нәтижесінде бізге гидроксидтің анионы және сутектің катионы түзеді бізде H2O-ны. Ә жағдайында күкірттің 6 валентті оксиді мен калий гидроксидін әрекеттестірдік. Нәтижесінде калий 2SO3 және де H2O түзілді. Реакцияны теңестіру үшін калий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Енді оны иондарға ыдыратамыз. Бізде SO2 иондарға ыдырамайды. Себебі ол газ. Келесі: 2 калий катионы, 2 OH анионы түзеді. 2 калий катионын және де SO3 заряды 2- және қосылған H2O. Бізде реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Ол калий катионы. Қалған иондарды және де молекулаларды жазып шығамыз. Бізде SO2 газы қосылған 2 OH анионы түзеді. SO3 2- зарядымен және де су түзіледі. Б жағдайында біз магний гидроксиді мен тұз қышқылын әрекеттестіреміз. Нәтижесінде магний хлориді мен су түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін судың алдына 2, тұз қышқылының алдына 2 қоямыз. Иондарға енді иондық теңдеуін жазамыз. Магний катионы, 2 OH анионы, қосылған 2 сутек катионы, 2 хлор анионы түзеді бізде. Магнийдің катионын, 2 хлор анионын және де 2 H2O-ны. Реакцияға дейін және реакциядан кейінгі пайда болған бірдей иондарды қысқартамыз. Оларды бізде магний катионы және де хлор анионы. Қысқартылған иондық теңдеуге келетін болсақ, бізде 2 OH анионы, 2 H катионы түзеді бізде 2 H2O-ны. В жағдайында литий гидроксиді мен мырыш хлоридін әрекеттестіреміз. Нәтижесінде литий хлориді мен мырыш гидроксиді түзіледі. Теңестіру үшін литий гидроксидінің алдына 2, литий хлоридінің алдына 2 қоямыз. Бізде мырыш гидроксидінің тұнбасы түзілді. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. 2 литий катионы қосылған 2 гидроксид анионы, қосылған мырыштың катионы, қосылған 2 хлордың анионы түзеді бізде 2 литий катионын, 2 хлор анионын және де цинк OH2 молекулалық түрін. Біз оны иондарға ыдыратпаймыз, себебі ол тұнба. Енді реакцияға дейін және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Енді оның қысқартылған иондық теңдеуі: 2 OH анионы қосылған мырыштың катионы түзеді бізде цинк OH2-ні, яғни тұнбаны.
Г жағдайында калий гидроксиді мен ортофосфор қышқылын әрекеттестірдік. Нәтижесінде калий 3 болып отыр және де су түзілді. Теңестіру үшін судың алдына 3 және калий гидроксидінің алдына 3 қоямыз. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. 3 калий катионы, 3 гидроксид анионы, 3 сутек катионы, ортофосфат анионы түзеді бізде 3 калий катионын, ортофосфат анионын және де 3 молекулалы сутекті. Бізде енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Яғни оның қысқартылған иондық теңдеуі 3 OH анионы қосылған 3 сутек катионы түзеді 3 молекулалы суды. 5-ші сұрақ. Мына айналымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар. Бірінші жағдайда біз натрий оксидінен натрий гидроксидін, натрий гидроксидінен натрий сульфатын алуымыз қажет. Ол үшін реакция теңдеуін жазамыз. Натрий 2O қосылған H2O түзеді натрий OH. Теңестіру үшін натрий OH-тың алдына 2 қоямыз. Бізде реакция нәтижесінде тұнба, су, газ түзілген жоқ. Яғни бұл бізде қайтымды реакция. Оның иондық теңдеуі болмайды. Келесі екінші айналымға келетін болсақ, натрий OH-қа біз H2SO4 қосамыз. Нәтижесінде бізде натрий 2SO4 және де су түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін натрий OH-тың алдына 2 қоямыз және судың алдына 2 қоямыз. Бізде өнім ретінде су шықты, яғни бұл қайтымсыз реакция. Иондық теңдеу болады. Нәтижесінде бізде иондық теңдеуде 2 натрий катионы, 2 гидроксид анионы, қосылған 2 сутек катионы, сульфаттың анионы түзеді 2 натрий катионын, сульфат анионын және де 2 молекулалы суды түзеді. Енді реакцияға дейін және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Қысқартылған иондық теңдеуге келетін болсақ, бізде 2 гидроксид анионы, 2 сутек катионы бізде түзеді 2 молекулалы суды. Екінші жағдайда купрум гидроксидінен купрум хлоридін, купрум хлоридінен купрум гидроксидін және де купрум гидроксидінен температура әсерінен купрум оксидін алуымыз қажет. Бірінші реакция. Купрум гидроксидін натрий хлоридімен әрекеттестіреміз. Нәтижесінде купрум хлориді және де натрий гидроксиді шығады. Реакцияны теңестіру үшін натрий хлорға 2, натрий OH-қа 2 қоямыз. Бізге реакция нәтижесінде тұнба, су, газ түзілген жоқ, яғни бұл қайтымды реакция болып табылады, яғни оның иондық теңдеуі жоқ. Келесі айналым купрум хлоридінен купрум гидроксидін алуымыз қажет. Ол үшін біз купрум хлоридіне кальций гидроксидін қосамыз. Нәтижесінде купрум гидроксиді тұнбасы және де кальций хлориді шығады. Оның иондық теңдеуін жазатын болсақ, купрумның катионы, 2 хлордың анионы, кальцийдің катионы, 2 гидроксид анионы бізде түзеді. Купрум гидроксиді тұнбасын, яғни молекуласын қосылған калий катионын және де 2 хлор анионын түзеді. Енді реакцияға дейінгі және кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Енді қысқартылған иондық теңдеуіне келсек, купрум катионы қосылған 2 гидроксид анионы түзеді бізде купрум гидроксиді тұнбасы. Келесі купрум гидроксиді тұнбасынан температура әсерінен купрум оксидін және де суды аламыз. Бізде купрум гидроксиді тұнба болғандықтан ол иондарға ыдырамайды, яғни оның иондық теңдеуі болмайды екен. Келесі бізде 6-шы сұрақ. Заттардың электр өткізгіштігін зерттеуге арналған аспаптың стақанына барий гидроксиді құйылды. Осы ерітіндіге тамшылатып күкірт қышқылын қосты. Күкірт қышқылын қосқан сайын лампаның жарығы бәсеңдей түсті. Біраз уақыттан кейін лампа сөнді. Байқалған құбылысты түсіндіріңдер. Егер күкірт қышқылын тұз қышқылымен алмастырса, осындай құбылыс байқала ма? Түсіндіріңдер. Яғни бізде енді оның жауабын беретін болсақ, бірінші жағдайда нашар ерейтін күшті электролит барий сульфатының және судың әлсіз электролитінің түзілуімен реакция болған болатын. Тұнба түзілгендіктен бұл жерде лампа бәсеңдеп жанады, яғни жанбай қалады. Оны реакция түрінде көрсететін болсақ,
барий гидроксиді қосылған H2SO4 бізде түзеді барий SO4 тұнбасы және де қосылған H2O. Реакцияны теңестіру үшін біз судың алдына 2 қоямыз. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. Барий катионы қосылған 2 гидроксид анионы қосылған 2 сутек катионы және де сульфат анионы бізде түзеді барий сульфаты молекуласын қосылған H2O суды. Енді біз реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі иондарды қысқарта алмаймыз. Себебі бізде реакциядан кейін өнімдер бізде су және тұнба болып тұр. Күкірт қышқылын тұз қышқылымен ауыстырған кезде ерітіндінің жақсы электрөткізгіштігі сақталады. Өйткені жақсы еритін күшті электролит барий хлориді түзіледі, ерітіндіде көптеген иондар болады. Енді оны реакция теңдеуімен келтірсек, барий гидроксидіне H хлорды қосамыз, нәтижесінде барий хлориді және де су түзіледі. Теңестіру үшін H хлордың алдына 2 және судың алдына 2 қоямыз. Енді оның иондық теңдеуі. Барий катионы қосылған 2 гидроксид анионы қосылған 2 сутек катионы қосылған 2 хлор анионы бізде түзеді барий катионын 2 хлор анионын және де 2 молекулалы суды. Бұл жерде біз реакциядан кейін және реакциядан дейінгі иондарды қысқарта аламыз. Енді оның қысқартылған ионына келсек, 2 OH анионы қосылған 2 сутек катионы бізде түзеді 2 молекулалы сутекті. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Міндетті түрде достармен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.